Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы спорт залда. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсінесің. Сөйлеу барысында мұғалімнің қолдауымен болымды болымсыз етістікті қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Жүгіремін, доп ойнаймын, жаттығу жасаймын. Оқушылар, жаңа сөздерді есімізде сақтайық. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Мен спорт залға барамын. Мен жүгіремін. Мен жаттығу жасаймын. Мен доп ойнаймын. Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Сен спорт залда не істейсің? Оқушылар, берілген суреттерді пайдаланып, сұраққа жауап берейік. Іске сәт. Сұраққа қалай жауап бердік? Жауабын бірге тексерейік. Сен спорт залда не істейсің? Мен доп ойнаймын. Мен жаттығу жасаймын. Мен жүгіремін. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Есте сақта. Мен жүгіремін. Болымды етістік. Мен жүгірмеймін. Болымсыз етістік. Оқушылар, болымды болымсыз етістікті есімізде сақтайық. Үшінші тапсырма. Өз ойыңды айт, толықтырып оқы. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемдерді қалай толықтырып оқыдық? Бірге тексерейік. Мен жүгіремін. Мен жаттығу жасаймын. Мен доп ойнамаймын. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда жүгіремін. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда жаттығу жасаймын. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда футбол ойнаймын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсіндің. Сөйлеу барысында мұғалімнің қолдауымен болымды болымсыз етістікті қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 31-ші бетіндегі бірінші, екінші, үшінші, төртінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.